Бұл бір ғана мысал. Мысалы 8 жасар Жолжақсы Қазыбектің үйіне келіп, жаңағы ордада қарамай, жаңағы байқамай қалған кезде аттанып кетеді. Сонда Қазыбек айтады, Төле би қайта қайтпайды дейді. Бетті асып кетті, қайта қайтпайды. Ол бір сөзін екі айтпайды. Бір барған жеріне екі бармайды. Ол батыр мінезді адам дейді. Жаңа бір мысалдан екіншіге шығып кетті ме, айтып сайын енді. Батыр мінезді адам қайтпайды, қабат дегеней дейді. Ол кезде Төле Түркімен жерінде қалма, бір дауды шешіп, арқадан өтіп жатқан кезде Қазыбекке жолға кетейік деп келіп, орданың сыртынан дауыстайды. Орданың үстінде үлкен мәселені шешіп жатады екен де, олар аңғармай қалады. Үлкен дауыс шешіп жатқан ғой. Содан сәлден кейін барып, бағана біреу дауыстап еді, шығып қараңдаршы деп бала жүгіртсе, Төле билер екен жүріп кеткен, бір бетке асып кеткен. Сонда қабат дегеней дейді Қазыбек. Енді барып шақырмайсыз ба, досыңыз ғой дегенде, жоқ, Төле би бір барған жеріне екі бармайды. Бір айтқан сөзін екі айтпайды, мен білетін Төле сондай батыр мінезді ғой дейді. Сол кезде не істейміз деп басын тырнап сөйтіп отырған кезде топ ішіндегі 8 жасар Жолжақсы деген бала айтты дейді, жылқыдағы шұбартайды ұстап берші, сол шалды алдыма салып қуып тұрып алып келемін дейді. Соның бәрі таң қалады, мынау Қазыбектің қолынан келмеген мына баланың қолынан қалай келеді деп. Соны Қазыбек айтады, беріңдерші ұстап дейді. Соны ұстап береді. Оған дейін олар 2-3 бел асып кетеді. Анау 3-4 белді асып жүйріктаймен алдынан шығып келіп тұра қалады да, ассалаумағалейкум аталар, қалдарыңыз қалай? Мен осы ауылдың қозысы едім деп жоқ сұраған болады да. Сіз Төле боласыз ба деп сұрайды. Иә, шырағым, болсақ болармыз дейді. Сізді көрсем қояйын деп жүрген 3 сұрағым бар еді, рұқсат па дейді. Қоя ғой шырағым дейді. Бірінші сұрағым, ағайынның арасында араздық болады, ол қайтсе татуласады дейді. Сонда Төле айтады, дұрыс айтасың балам, ағайынның арасында араздық болады, келіспеушілік болады, бірақ бір ауылда дастарханы жиылмаған бәйбішесі берекелі бір үй болады. Барлығы сол жерге келіп қымыз ішіп, шай ішіп жүріп, бір-бірімен татуласып кетеді да дейді. Екінші сұрағым, ерлі зайыптылардың арасында да келіспеушілік пен араздық болады ғой, ол қайтсе татуласады дейді. Дұрыс айтасың шырағым, ерлі зайыптың арасында да келіспеушілік болады, бірақ бір жұмадан аспайды, кейін үйленгенде өзің білесің дейді. Үшінші сұрағым, аға мен іннің арасында келіспеушілік пен араздық болады, ол қайтсе татуласады дейді. Дұрыс айтасың шырағым, аға мен іннің арасында да келіспеушілік болады, бірақ аға бордан болады, іні зордан болады. Бордың атасы тас, анасы құм, тас егіледі, тас мүжіледі, құм егіледі, іні кесірлі болса, аға кешірімді болу керек дейді. Сонда Жолжақсы Төленің шаужайынан шап беріп ұстай алады. Ай Төле, жаңа ғана ініңнің бір әрекетін көтере алмай кетіп бара жатқан жоқ па, түс алдыма дейді. Ой, рахмет. Ай шырағым, түстім алдыма деп Төле би Жолжақсының сөзіне көніп Қазыбектің үйіне келеді. Тапқырлық па, батылдық па, ақыл парасаттылық па? Міне, біз мысалы Гарвард университетін бәріміз армандаймыз, бірақ ұлы даланың университеті, ешкім бере алмайтын ұлы дала академиясының тәрбиешісі, оны кім береді, кім насихаттайды, кім келешек 22-ші ғасырға жеткізеді? Біз қазір бір ауыз сөздің қадір қасиетін түсінуден кеттік. Жанқұтты айтқан ғой, бір сөз айтсаң жақсыға аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға өмірінде ұқпайды. Надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды, көкірегі соқырға өмірде таң атпайды, шешенің сөзі шын асыл қап түбінде жатпайды деген. Сол қап түбінде жатпаған шын асылды іріктеп алатын, таңдап алатын, сұрыптап алатын жаңа буын көшбасшыларды қалыптастырсақ, олар 22-ші ғасырға, одан кейін ғасырға жеткізеді. Сондықтан мен салып отырған қолқа осы жолдағы жас таланттылардың көзін ашып бағыт бағдар беріп шабыттандыру еді. Керемет, жарқын, аманшылық болса ол жобаны жүзеге асыратын шығармыз деп ойлаймын.